Сәлем құрметтім, сіздің алдыңызда психолог, сарапшы маман, мен Эльвира Ерғалина, және бүгін YouTube арнамда көлеңке. Біз үнемі өмірде жетістікке жету үшін, алға жылжу үшін, арман мақсатымызға қол жеткізу үшін ресурс іздейміз. Яғни бойымызда күш-қуаттың көп болғанын, біз қалайтын жетістікке жеткізетін ресурстың басы да, негізі де үнемі көлеңкеде болады. Нақтырағы біздің көлеңкелі тұстарымызда өзіміз шығуына рұқсат етпейтін, немесе өзіміз байқамайтын. Бүгін көлеңкенің дәл осы санында өзіміз байқамай жүрген тағы да көлеңкелі тұстарымызды іздеуге көшеміз және жарыққа ұмтыламыз. Әрине, алдымда отырған екі ханымның көмегімен. Осы екі ханым үшін лайк басып, пікір қалдырып, қолдап отыруыңызды сұраймын, және видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Және көлеңкенің ішінде отырып, жарыққа ұмтыламыз, және өзімізге ұқсайтын тағдырлас, немесе біздікіндей ойы, сезімдері, оқиғасы бар жандарға көлеңкемізбен жарық боламыз. Көп рахмет осында бөлісуге келгендеріңізге. Бұл өте маңызды қадам. Сізден бастаймыз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Есімім Ұлбосын, жасым 25-те, Алматы облысының қызымын. Жарты жыл болды, Астанаға көшіп кеттім. Қазір осы съемкаға келіп отырмын. Сізді көруге, сөйлесуге. Бастапқы көлеңкелерді көріп жүретінмін. И тура сенің ситуацияңды айтып жатқандай болады да, содан кейін подругамен ақылдасып, ертең мен таныстарым көріп қойса, ана жерде жылап, масқара болмайын ба деп ойланып келе, дәл тақырып болды да, миссия, арман, мақсат деген. Содан решилась, келдім. Запросыңыз қандай? Мен миссиямды білмеймін. Адасып жүрмін. Миссия деген сөз маған мансап, жаңағы мамандық ретінде таныс болатын. Одан осындай тақырып шықты да, бәріміз бір-бірімізден сұрадық. Сен жасың 25-ке келе тұра, әлі өз миссияңды білмейсің ба деп барлығы күлді. Одан кейін ақылын тыңдайтын, сөзіне еретін бір сыйлайтын кісі бар еді. Сол кісіден сұрадым, өмірлік миссиясын таппаған жандар жайлы. Ол кісі айтты, миссиясын білмейтіндер мен үшін слабый адамдар деді. И әр саланың басын бір шалып, мен өзімді іздеп, басымды тауға да тасқа да ұрып шаршап кеттім. Жақсы, ал сіз үшін миссия деген не? Бұл өмірге келгендегі сенің атқаратын, істейтін қызметің. Қызметіңіз. Адамдарға пайдалы болу арқылы. Қазір сіз мүлде пайдалы емессіз ба адамдарға? Жоқ. Мүлде. Бәлкім пайдалымын, тек жақындарыма ақша тауып беру. Жұмыс істейсіз ба? Жұмыстан шығып кеттім, 1 ай болды. Мен 3 жыл кино саласында істедім. Сол жерде бақытты болады, маған осы процестердің бәрі ұнайтын. Арасында өзімізде түстік. Мұндай қобалжымайтынмын ғой. Құлаш текстар жаттап айтсақ та. Қазір қобалжып отырмын. Камераның әсері емес, сізден кішкене тесіп бара жатыр ма? Иә. Жүрегім қатты соғып жатыр. Келгеніңізге көп рахмет. Бұл жерде сіз үшін де қауіпсіздік бар. Кей сұраққа жауап бергіңіз келмесе бас тартуға болады, ешқандай қинау жоқ, күштеп эмоцияңызды шығару жоқ. Бұл жерде міндетті түрде жылау керек емес. Бастысы өзіңіздің бойыңыздан белгілі бір процестерді өткерсеңіз болды. Сондықтан кішкене босаңсып, осы жерге сеніп, айналадағы жандарға сеніп, барынша еркін болуға тырысыңыз. Бұл жер сізге қауіпсіз. Миссияңызға жетесіз, табасыз, оны жасайсыз, сосын не болады? Сол миссиям үшін қызмет жасаймын ары қаратай. Әр жаққа бір басымды сұға бермей. Қазір келесі жылдары мысалы ойлап жүрмін, оқуға түссем ба деп, бірақ қай мамандыққа да баратынымды білмеймін. Біріншісі журналистика болды, екіншісі Жүргенов өнер академиясында оқыдым да. 2 дипломыңыз бар? Тастап кеттім екеуінде. Екеуінде тастап кеттім. Неге?
Біріншісі газет журналдар болды, ол кезде денсаулығымен проблема болды. Екіншісі сол Жүргеновке түскен кезде негізі актерский мамандыққа түскім келген. Одан кейін бойым жетпеді деді, анау деді, ол кезде кішкентаймыз ғой, білмейміз. Сөйтіп театральный критик деген мамандықты оқыдым. Екеуі де грантта болды, иә? Екіншісі платныйда болды. И мен түсіндім да, бір жылдан кейін бұл менікі емес, мен бұнымен жұмыс жасай алмаймын, 4 жылымды құрдан құр кетірмей қояйын деп, бір жылдан кейін өзім арыз жазып шығып кеттім. Қазір ауада қалықтап тұрған сияқтысыз. Жұмыстан шығып кеттім, оқудан шығып кеттім. Көшіп кеттім Астанаға. Көшіп кеттім. Не іздеп жүрсіз? Өмірдің мәнін, жаныма тыныштық. Ол не тыныштық деген? Сүйіктісіммен айналысу арқылы өз орнымда болу, әр жаққа жүгіре беріп мен шаршадым. Есіміңіз Олбосын? Олбосын. Нешінші қызсыз? Екінші. Сіз олардың алдында, сіздің әпкеңіздің алдында тағы балалар болған ба? Бірақ әпкем бар. Бірақ әпкеңіз бар. Үлкен әкеміз де үлкен. Неге екіншісінде дабыл қаға бастаған ата-анаңыз? Сол сұрақ маған да өзі қызық. Сол үшін ренжимін ғой. Үлкен әкеміз де көп қыз болды. Ол кісілерге әмірін жүргізе алмады да, біз ата-апаның қолында тұрдық та, ол болсын деп, қойсын деп. Енді мен жаңа жылдан кейін атымды мүлдем өзгертіп тастайын деп жатырмын. Мен атымды қабылдаған жоқпын ешқашан. Ұнамайтын маған. И мен қыз болып туылған кезде барлығы қарамаған ғой, ол болмады деп. Жақсы. Өз миссияңызды таптыңыз делік. Қызметіңізді атқарасыз. Сосын не болады? Қызмет атқарам дедіңіз, миссияңызды тапсаңыз не болады дедім. Қызмет атқарам дедіңіз. Окей, қызметіңізді атқарасыз, сосын не болады? Бақытты болам. Неге шығып кетіп жүрдіңіз? Адамдар сіздің қателігіңізді бетіңізге айта бастады ма? Мысалы, оқудан неге шығып кеттіңіз? Оқудан біріншісінде денсаулығыма байланысты, екіншісінде мамандық менікі болған жоқ. Оны қалай түсіндіңіз, сіздікі болмаған? Бір жыл бойына мен ауысам деп ойладым ғой актерскийға. Жарты жыл бойы жүгіріп, сосын ауыса алмадым. Одан түсіндім, өйткені сабақ қызық емес, маған айтып жатқан дүниелер қызық емес. Ұстаздардың айтқаны қызық емес. Иә, ұстаздармен конфликт болды ма? Жоқ, ешқайсысында болған жоқ. Наоборот, мен кететін кезде декандардың өзі, сен жақсы не едің ғой, активист едің ғой. Жұмыстан не үшін кеттіңіз? Шаршап кеттім. Қалай? Выгорать етіп кеттім, күн үстінде әр жақтарда істеп. Негізі түрлі психологтардың контенті жақсы болды, әдемі сөздерді жаттап аламыз. Жақсы, выгорание болды. Ол қалай сездіңіз, ол не екен? Таңертең тұрғым келмейді, ұйқыдан тұрған кезде өмірім мән жоқ. Мен бәрін тастадым да жаттым, құрдан құр болды. И содан кейін психологтарға да бардым. Барлығы маған дінді алып келе береді. Дінді алып келе берді. Мен сұрадым, маған исламды араластырмай, тек психологиялық тұрғыдан мен емдеп беріңізші, менде неге осындай бола береді? Құлап тұрып деп едім. Олар маған жаңағы мынандай намаз оқисың, мынандай нәрсе істейсің, мынандай істейсің деді да, мен ары қаратай докан салып барған жоқпын. Оған жасағыңыз келген жоқ? Дайын болған жоқпын. Қазір сізде не болып жатыр? Жүрегім қатты соғып тұр әлі, көзім бұлдырап жатыр. Кімнің қызы болдыңыз? Қайсысы сүйіктірек болды? Өзім үшін бе? Иә. Қайсысына еркелейтін едіңіз? Шешеме? Қазір де солай? Қазір де солай, иә. Ал әкеңіз? Әкеммен байланыс қатты жоқ, былай ары қаратай өтпеймін. Сырымды айта алмаймын, ашыла алмаймын. Жақсы көремін деп айта алмаймын. Тек ақша беріп қана білдірем. Береді ма ол сізге? Жоқ, мен беріп, сіз бересіз. Иә. Сөйтіп көмектесу арқылы махаббатымды білдірем. Әкеңіздің өзі таба алмай ма, жұмыссыз ба? Таба алады. Мынандай ғой, әке-шешеме көмектессем, хотя бір жақтарына шықсам, пенделік бір парызымды өтесем деген секілді. Үй салып, үй алып жатырмыз, содан көмектесу жүрдім. Өзіңіз пәтерде тұрасыз? Иә. Ақшаңызды үнемдеп әке-шешеңізге бересіз? Иә. Кредиттен жапсам. Түсінікті. Яғни сіз әке-шешеңіз үшін өмір сүресіз? Миссияңызды әке-шешеңізді асырау үшін тапқыңыз келеді? Білмеймін. 1-2 жыл әке-шешем үшін өмір сүріп, сосын өзімнің қалауыма қаратай барсам деген план болған негізі. Таңыңызда не болып жатыр?
Қобалжып жатырмын. Ары қарай өтеміз ба? Айтыңызшы, мен өмірімде бәрін шатастырдым. Мен ешбір жүйеге бағынғым келмейді. Ешбір ережені сақтағым келмейді. Ешбір заңдылыққа мойынсұнғым келмейді. Өйткені қорқамын. Тапталып қалудан қорқамын. Жұтылып қалудан қорқамын. Жоқ болып кетуден қорқамын. Өлімнен қорқамын. Мен өзімді жаншыған талай нәрселерден бунт арқылы шығып жүрмін. Менен үлкен жүйелердің барлығы маған қорқынышты. Мені жұтып жіберетін сияқты. Одан да бүкіл жүйені өзім басқарғым келеді. Мен мұны мойындаймын. Мен отбасымның жүйесін басқарғым келеді. Әкем мен шешем үнемі маған мұқтаж болса. Отбасы жүйесіне бағынғым келмейді. Мемлекеттің ережесіне бағынғым келмейді. Грант болса да, басқа болса да, үнемі бунт арқылы тастап кете салам. Универдің ережесіне бағынғым келмейді. Құдайдың заңдылығына бағынғым келмейді. Бүкіл заңдылықтарды жоққа шығарам. Мен мұны мойындаймын. Бірақ Құдайдың құдіреті мен бунт жасаған сайын бүкіл заңды, бүкіл ережені, бүкіл жүйені бұзған сайын өмірімде барлығы кері кетіп жатты. Және менің алдымда өзім иілу керек, қызмет етуім керек. Түрлі жүйелер қайта шыға береді. Мамандар дін туралы айтады. Мен оны жасағым келмейді. Жұмыста да бағынғым келмейді. Универде де бағынғым келмейді. Мен ештеңеге бағынғым келмейді. Жеңілде қалдым. Ал не үшін бағынғыңыз келмейді? Білмеймін. Өте еркін болып, шетелге де кетіп қалғым келеді. Біздің қоғамдағы қысатын дүниелер де ұнамайды. Күнде сізге біреу келіп, қоғамдағы нәрселерді айтып, пистолет тақап тұра ма? Жоқ. Күнде звондай ма сізге? Жоқ. Хотя бы хат жаза ма? СМС. Қоғамда болып жатқан нәрселер қалай қысады сізді? Оны қысқанын қалай түсіндіңіз? Не болып жатыр? Біздегі таптаурын ойлар, жақсы қыз, жаман қыз деп бөлу. Кім бөлді сізді? Бір 5 мысал келтіріңізші. Мысалы, бүгінгі күніңіз өтті, немесе соңғы бір аптаңыз. Жақсы қыз, жаман қызсың деп сізге баға берген 5 мысалды айтсаңыз. Мысалы, бір официант айтты, бір таксист айтты деген сияқты 5 дәлел бар ма? Жаңа ортаға барып таныстықтарда барлығы өзінчесің, андайсың, мұндайсың дейді. Ал соңғы маған жұмыс ұсынып жатқан кісілер, сен адасып жүрсің, дұрыс, Аллахқа мойынсың. Кіммен танысам, солардың барлығы сондай нәрсе айтып шығады. Сен дұрыс емес өмір сүріп жатсың, дұрыс нәрсе жасап жатқан жоқсың деген секілді. Сіз дұрыс болғыңыз келмейді? Дұрыс емес өмір сүріп болдым мен. Енді дұрыс бағытта. Айтыңызшы, өмірді дұрыс емес деп бөліп алған өзім. Өмірді дұрыс емес деп бөліп алған өзім. Бірақ өзімнің таңдауымда өзгелердің бәріне артып қоямын.
бірақ өзімнің таңдауымды өзгелердің барлығын артып қоямын. Мен мұны мойындаймын. Мен мұны мойындаймын. Айналаның бәрін кінәлаймын. Айналаның барлығын кінәлаймын. Ешбір ережеге бағынбай, бунт жасап, қарсы шығып, қырсығып, өзіме назар аламын. Назар алудың, махаббат алудың басқа жолын білмеймін. Мен мұны ата-анамнан үйренгем. Ол болмай қалғанымда, ата-анам мені жақсы көрмей қалды деп ойладым. Назар алудың, махаббат алудың басқа жолын білмедім. Мен мұны мойындаймын. Қазір не болып жатыр сізде? Жан дүниемде спокойствие болып қалды. Кішкене сабырға келдім. Шынымен мойындап отырмын. Бұл негізі сіздің таңдауыңыз. Өз еркіңізбен жасалған таңдау және қоғамдағылар, айналадағылар деп шын мәнінде сізге біреу келіп айтып тұрған жоқ. Бірақ біреудің біреуге атқан оғы айдаладағы сізге тиіп кете береді. Біреу бір тақырыпта пост жазса, сіз өзіңізге қабылдайсыз, мен туралы жазып жатыр. Біреуге бір сұхбат беріп жатса, тағы мен туралы айтып жатыр, оңбаған, қашу керек деген нәрсенің барлығы өзіңіздің таңдауыңыз. Және мен сізге ең маңызды бір ақпаратты айтқым келіп отыр. Миссия бұл ерекше нәрсе емес. Өмірде жоқ, ешкімде жоқ нәрсе емес. Миссия бұл айналаңызға қызмет етуден басталады. Ең бірінші ата-анаңызға. Бірақ сіз айтқан қызмет, ақша беріп ата-анаңызды асырап жатқан қызмет, ол керісінше оның өмірін басқаруыңыз. Ата-анаңыз сізге мұқтаж болады, сізді мақтайды, біздің болсын, сен аман бол. Осы қызым алып шығады мені. Сол сөзбен өстім. Әлде жүрсіз. Сіздің өміріңізде өзіңіз жоқсыз. Өйткені миссия деген, қызмет деген нәрсе бірінші ата-анаға қызмет, ата тегіңізге қызмет, сосын Құдайға қызметтен басталады. Ал сіз Құдайға қызмет, ата-анаға қызмет деген нәрселердің барлығын ауыстырып жібергенсіз. Яғни бұның барлығы баспалдақтар. Құдай, Құдайдан кейін ата тегіңіз, ата-анаңыз, одан кейін сіз, және сіздің қызметіңіз алдыңызға қарау, артқа емес. Сіз қазір артқа қарап жатсыз, артыңыздағы ата-анаңызды асырап жатсыз. Ал ол жерде өмір жалғаспайды. Үнемі өлім болады. Сіз осылай бүкіл заңға қарсы шығып жүрсіз. Бүкіл заңға. Мен ойлаймын, психолог мамандар, өзіңіз діни психологпын деген адамдарды таңдап бармасаңыз, Қазақстанда бар. Дінді араластырмайтын. Бірақ өзіңіз таңдап барасыз да, дінді қосып жатыр. Мен дінге қарсымын. Ағысты кері итерем деп ойлайсыз. Бірақ сіздің күшіңіз де, құдіретіңіз де Құдайдікіне жетпейді. Қазір не болып жатыр? Жылағым келіп тұр. Жылаңыз. Бірақ жыламаймын деп кейім. Неге? Ешкімге көз жасымды көрсетпей өскем. Мықты болуым керек, жақсы болып көрінуім керек, бәрі керемет болып көрінуім керек деген секілді. Қолыңыздан келді ма? Өзім шаршап кеттім. Маска киіп жүрді. Кімге дәлелдегіңіз келеді өзіңізді? Мықтылығыңызда? Әке шешем, бауырларым, туыстарым шығар. Соның ішінде? Мен туылған кезде ол болмады деп барлығын өкіндіңдер ғой. Ал бұлай мен күштімін, мен мықтымын, барлық жерде озат болам деп туысқандарыма кішкентай кезден сөйтетін. Бәлкім сол кісілерге көрсеткім келетін шығар. Айтыңызшы,
бұл өмірде мен бәрін шатастырдым. Мен бұл өмірде барлығын шатастырдым. Махаббат мейірімді сұраудың орнына, күресіп, дәлелдеп, соғысып алам деп ойладым. Ата-анамды жеңем деп ойладым. Туыстарымды, ата-тегімді жеңем деп ойладым. Ең бастысы Құдайды жеңем деп ойладым. Мен мұны мойындаймын. Бірақ бұл соғыста өзім қатты шаршадым. Өйткені соғыста жеңіске жетем деп жүріп, өзгелердің өмірін алға тартып, өзімді өлтіріп тастаған екем. Ішімдегі ұлбосынды өлтіріп тастағам. Мен мұны мойындаймын. Жаңа нәрсені іздей беретінім, өз орнымды іздейтінім, өз қалауымды іздейтінім, бұл ішімдегі ұлбосынның дауысы. Сенің өмірің бұл емес. Сен өзгелер үшін әрекет жасап жатсың. Өз өмірің бар деген белгі. Мен мұны мойындаймын. Осы уақытқа дейін өзіме құлақ аспаған едім. Өзімнің үнімді бүгін естідім. Үлкен миссияларым бар. Арман мақсатым бар. Бірақ оның барлығы менікі емес. Менің осы уақытқа дейінгі сүрген өмірім жалған мақсат, жалған миссия, жалған қалаулар. Мен ішімдегі үңірейген дефицитті толтыру үшін өмір сүріп келіппін. Ол дефицит анамның махаббатына зәру болу, әкемнің махаббатына зәру болу. Мен мұны мойындаймын. Мен дүниеге келгенде ата-анам маған өмір сүруге рұқсат бермеді деп ойладым. Туыстарым рұқсат бермеді деп ойладым. Жалпы менің өмір сүруге құқым жоқ деп ойладым. Өмірге рұқсатты түрлі жетістіктер, түрлі іс-әрекеттер, үлкен белестер, дәлелдеулер арқылы алып жүрмін. Бірақ маған ең басты рұқсатты Құдай берген екен. Мен мұны бүгін байқадым. Құдайдың маған деген махаббаты сол. Мен оның заңына бағынсам да, бағынбасам да, менің қалауымды үнемі беріп отырыпты. Мен дәл қазір осы жерге Құдаймен соғыста Құдайды жеңу үшін Құдайдан қару сұрап келіп отырмын. Мен мұны мойындаймын. Құдайдың маған берген үлкен миссиялар, атақты, ақшаны бермегені қандай жақсы. Мен әке-шешемді жеңдім. Туыстарды жеңдім. Енді Құдайды жеңбекші болатын едім. Құдайдың маған берген табиғи болмысын, маған берген тағдырын, маған берген сұлулығын, маған берген өмірін өзім мойындамай, Құдайға бағынбай жүрген өзім. Мен бұны бүгін түсіндім. Ал айналамдағы адамдар мендегі программаны көрсетеді екен.
Олар тек актерлар. Олар тек актерлар. Қалай сізге? Жеңілдеп қалдым. Не болып жатыр? Мықты болу керек деген нәрсе кетіп, енді мен шынайы ішімдегі ұлбосынды шығара алатын сияқтымын. Қазір не болып жатыр сізде? Жылағым кеп тұр. Ұл болмадым деп, ұлдың тірлігін істеп, ұл секілді болып өстім. Как пацанка болып сөдім, қалаға келгеннен кейінді. Мен мықты болуым керек, ұлдың тірлігін істеуім керек, нәзіктік деген қыздарды мияулайды, майысады, өтірік істейді деп көрдім де, бірақ та 25-ке келді, не мамандықта, не махаббатта ешқандай жолым болған жоқ. Екі еркек бірге жүре алмайды екен. Қазір мен қыз әйел болмысымды қабылдағым келеді. Осы уақытқа дейінгі бунт, қарсылық, бас тарту, бағынбау деген нәрсенің барлығы түрлі жүйелер, түрлі ережелер, заңдылықтар сіздің ішіңізде басталып тұр екен. Құдайдың сізге берген өміріне, табиғатына бағыну. Мен всегда ұл болғанымда деп жүрдім. Оны ата-анаңыз айтты ма сізге? Мамам айтатын. Қазір де айта ма? Қазір жоқ. Бұрын кішкентай кезімде сіңіп қалған. Ұл бар бірақ. Менен кейін ұл бар. Қазір не болып жатыр тәніңізде? Қайнап жатыр. Ыстық. Әдетте табиғаттыңды, болмысыңды қабылдамағанда женский аурулар дейміз ғой, әйелге тән аурулар көп болады негізі. Тіпті күйеуге шыққанның өзінде бедеулік болуы мүмкін. Бұның барлығы бейсаналық қандай да бір сценарийларға байланысты. Және осы тақырыпты аршып, ары қарай тереңнен жұмыс істейсіз деген үміттемін. Запросыңыздың жауабын алдыңыз ба? Миссиям қандай деп келгем? Қандай? Құдайға қарсы шықпай, өзіңнің болмысыңды, тәніңді, түріңді, жынысыңды қабылдау. Жай ғана қабылдау емес. Сіз махаббат алу үшін, мейірім алу үшін әлемді төңкеріп, елде жоқ нәрсені ашып қажет емес. Немесе ешкімде жоқ нәрсені, миссияны атқарып, істеп алып, өзіңізді қинаудың қажеті жоқ. Сізді уже жақсы көреді. Ата-анаңыз жақсы көреді, Құдай жақсы көреді, айналаңыздағы туыстар жақсы көреді. Сол махаббатты сезіп үйрену. Ашылу соған. Сіз ертең аспандағы айды алып, арқамызда тұрғандай алақаныңызға қондырып әкелген кезде, вау дегеннен кейін басылып қалады адамдар. Сен молодецсің деп, өмір бақи сіздің артыңызда жүгіріп жүрмейді. Ол бір секундтардың эмоциясы айтылады, минуттар, сосын қалады. Бірнеше күн айтуы мүмкін, қалады. Өйткені ең қызығы, әр адамға өзінің өмірі қызық, ал сізге өз өміріңіз қызық болмай тұр. Сіз өзіңіз ысырып теуіп тастаған өмірді бәрі теуіп жүр. Сол сізге қатты ауыр болып тұр. Бірақ ол өмір сізден басқа ешкімге керек емес. Түсіндім. Не болып жатыр сізде? Расслабление. Үстімде денем тырысып тұратын, жаймен жүріп жатыр. Онда осы күйде отыра тұрыңыз. Рұқсат етсеңіз, біз келесі ханымға ауыссақ.
Қош келдіңіз. Қош көрдік. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Есімім Айбала. Тұрмыстамын, бір балам бар. 2 мамандық оқығанмын. Біріншісі пиар маманы, екіншісі графический дизайнер. Бірақ осы 29 жасыма дейін максимально бір жұмыс орында 3 ай істеп көргем. Жалпы оқымаған нәрсем жоқты. Бірақ әр істің то же самое Ұлбосын ханымдағындай істеп көрем, айну тез болады, таста кетем. И то же самое. Просто на расслабоне, в кайфе, өзім спокойно өмір сүргім келеді да. Бірақ анау іштегі доказательство оянып кете береді қайта-қайта. Ал запросымды нақтылайтын болсам, неге білім көп ала берем, бірақ іс-әрекетке келгенде бездействие да менде. И соңғы кездері білім көп алған сайын мен наоборот деградирую, и артқа кетіп отқанын түсіндім да, мойындап отырмын соны. И за счет этого аурулар да көбейіп кетті, и ұйықтай берем. Ұйықтағанда да қазір сұмды ұйықтаймын да тоже. Жақындарым пугаются. И кеше бір кезде терапияда білім жинаған сайын адам сараң болады деп ғой. Сон кеше түсіндім да, сараң болып жатқаныма. Эмоцияға, махаббатқа, сезімге не өзіме бермеймін, не айналама бермеймін. Запросым осы. Неге әрекетсіз жүре берем кейінге сырып. Қазір не сезіп отырсыз? Ұлбосын ханым бастағаннан кеуде тұсымда, жүрегімде, и қазір полностью тастай отырмын. И вот здесь. Мен сіздің жаныңызды естіп тұрмын. Сіз сөйлеп отырғанда тоқтамастан телефон шырылдап жатыр. Дыбыссыз режимде тұр. Сіздің жаныңыздың шырылын жеткізгісі келген сияқты ол да қосылып. Келгеніңізге көп рахмет, және сіз бүгін өте маңызды әрекет жасадыңыз. Өте. Осы әрекетіңіз үшін алғысым шексіз. Қазір не болып жатыр сізде? Бағана сізге айтып қалдым ғой. Типа осы мүмкіндікті қолдан, либо вообще до конца закройся. И вот бесит то, что я сейчас подавляю свои эмоции. То же самое өзіңді мықты қылып көрсетіп елге. Елге, жақындарым мені өте білімдісің. Құдай саған неше түрлі креативті ойлар берген. Почему сен елмен бөліспейсің, неге шығармайсың? Құдай неше түрлі ойлар береді, талантты да берген. Музыкалық аспапта ойнадым, сахнаға шықтым келіп, оны шығып та көрдім. Бірақ бәрін қалдыра берем да, соны себебін түсінбеймін. Қазір мен айтып тұрмын, сіздің курстарыңызды қалдырмай оқыған болатын. Бірақ ол білімді жинағанда я себя как в болоте чувствую. Кері әсерін беріп отыр да маған. Содан шығу жолын білмеймін. Сол білімді жинап, я себя наоборот хуже сделал. Қазір ойлаймын мен оданша кішкене аңқаулау, позитивный, сол Айбаланы сағынамын да кезіндегі. Сондай. То же самое. Психолог мамандарға барам, проработка жасаймын. Сол 3-6 әр возрасттағы кризистан өте мағансыз дейді. Будто проработка жасаймын, жеңілдеймін, но обратно сол баяғы таяғы, короче, на те же грабли наступаю. Айбала ханым, неден қорқасыз? Просто так өмірде бір мағыналы өмір сүрмеймін, өмірден өтіп кетуде.
Я жақындарыңа пайдалымын, балама, күйеуіме, отбасыма, әке шешеме. Бірақ іштегі бір настоящий айбала бар ғой, соның қалаулары орындалмай кетіп өмірден өтіп сол. А так у меня, может, не знаю, бір миссиям, бір глобальный үлкен сияқты да, бір қоғамда адамдарға бір көмектесетіндей бір іште бір құндылығым бар сияқты да. Барлық жолды көрдім, дін жағынан да өзімді іздеп көрдім мұны. Нумерология, кармология, ата тектегі там не, регрессология, бәрін көрдім да. Бірақ бір бездействиемнің просто попусту өйстіп, ауада қалықтап, тірі солай тірі өлік болып өмір сүрдім. Түсінбеймін қазір. Ішіңіздегі айбала нені қалайды? Просто жарқырап, жайнап өмір сүру. Андай қиын, что-то навороченное, новое емес, спокойно өмірді қалай. Күліп, еркін, еркелей, әке шешеме де еркелей алмаймын. Қыздарға қызығамда, әке шешесін мен даже былай құшақтау, оларды беттеріне сүйіп, для меня это подвиг. Просто еркін қуанып, еркін күліп. Қазір жылап отырым, сол жылаған үшін өзімді іштей жеп отырмын да. Нафига деген сияқты. Типа маску снимаешь, все же думали, что ты такая классная, намного мықты еді. Өзгенізге көп рахмет. Мен сізді түсінем, және жаныңыздамын. Қаласаңыз, ары қарай сезімдеріңізді өткеруге көмектесем. Да. Айтыңызшы, мен бәрімен күресіп шаршадым. Бәрін өзім арқалаймын деп шаршадым. Бәрін өзім шешем деп шаршадым. Жақсы қыз болам деп шаршадым. Үздік болам деп шаршадым. Өзгелерге жағам деп жүріп. Ішімдегі айбаланы өлтіріп алыппын. Мен мұны мойындаймын. Білім алсам, іске асыра алмаймын. Себебі әрекет еткенде нөлден бастаймын. Нөл болғанда адамдарға ұнамай қалуы мүмкін. Махаббаттан айырылып қалам. Немесе адамдар менен теріс айналуы мүмкін. Мен мұны мойындаймын. Нөл болмаймын. Бірден оннан бастаймын деп ойлаймын. Талпынамын. Білім аламын. Бірақ әлі бастай алмай жатыр. Келесі деңгей 100 болу. Сонда ғана бастай аламын. Мен өте көп ауыр жүкті арқалап жүр екем. Мен мұны мойындаймын. Мен өзіме ішімдегі айбалаға үнемі мылтық тақаймын. Идеал болу керек. Сұлу болу керек. Бәріне ұнау керек. Бәрі мақтау керек. Бәрі бес қою керек. Сонда ғана айбаланы жақсы көремін. Мен мұны мойындаймын. Мен өзіммен соғыстан қатты шаршадым. Біресе жеңем. Өзім әбден қиналып біттім. Мен мұны мойындаймын. Мен ешқандай идеал емеспін.
осы уақытқа дейін мінсіз боламын деп Құдайға айналғым келді. Және жерде өмір сүре алмай жатырмын. Адамдар арасында өмір сүре алмай жатырмын. Құдайды бар дейміз. Бірақ көзбен көрмейміз. Мен де дәл солай әрекет жасап жүрмін. Мен бармын. Бірақ ұйықтап жатамын. Үйден шықпаймын. Ешкімнің арасына бармаймын. Мен Құдайға қатты ұқсағым келеді. Мен мұны мойындаймын. Бірақ менің қолымнан Құдай болу келмеді. Ішімдегі айбаланы өлтіріп, идеал айбаланы жасай алмадым. Мен мұны мойындаймын. Себебі өмірде мінсіз тек Құдай. Дәл осы сәттен бастап мәңгілікке. Мен өзіме қателесуге рұқсат беремін. Себебі қателесуге рұқсатты Құдай берген. Адассаңдар, маған келіңдер деген. Мен мұны бүгін есіме алдым. Қазір қалайсыз? Сөзім айтып тұрса да әлі де дүш. Не болып жатыр таңыңызда? Мін бермейсің деп отыр да бәрібір. Кім деп жатыр? Окружение. Кім? 5 адамды айтып беріңізші. Ең бірінші апамның қызын, апам тәрбиесін алған. Қатал болды. Елдің алды болды. Апа деген әжеңіз? Әжем. Әкем мамасы. Сол кісі бірінші ойыма келіп отыр. Сосын? Одан кейін әкем, анам, қазір қайын жұртым отвлекается. Почему-то. Сол кісілер. Апам кішкентай кезінен тәрбиелеген. Алды бол, қыздан 40 үйден қызға тыю деген сөз мен қазір естісем, это внутри колбасит, солма қалшы. Сіздің ата тегіңізде позор болып, отбасынан қуылып, елден қуылып, сондай адам бар ма? Оны мен мұнда түсіндім. Мен әкем өзінің әкесін көрмеген екен да. Ол кісі ішімдікке салынған болған екен. Содан ол кісіні мүлдем енді апам жағы қабылдамаған ғой. Ажырасып кеткен. Сіздің терапияларыңызда ата текпен жұмыс істедім ғой. Сол кісі келе береді да маған. Сен мені қолда деген сияқты сол. Ол кісінің мен есім де білмеймін. Мен үшін бұл тема бала кезден шторканы жауып қойғандай. Айтпаймын, сұрамаңдар. Мен кішкентай кезімде интерес көп, балаға мен білгім келеді. Кім мен атам деп, өз руым қандай деген сияқты. Сұрама деп. Сол кезде алғашқы бунттар болған менде ішімде. Білуге құқылым деп. Қазір мен нағашылардың фамилиясындамын да. Енді ол фамилияны алып тастап, өзім әкем атын тек қана сода қалғым келіп жүр. Соңғы кездер мазалап жүрген ой сол да. Сол. Қызық, иә? Ұлбосын ханымда өз еркімен заңға бағынбау болса, бунт жасау болса, сізді түрлі жүйелерден шығуға итермелеу, мәжбүрлеу. Стандарттағы сай болмама тіпі? Одан да тереңде жатыр. Өтеміз бары қарай? Иә. Онда кеттік. Мен әжемнің өмірлік сценарийін қайталап жүрмін. Мен оны мойындаймын. Бұл менің әжеме деген адалдық. Егер мен әжеме ұқсамасам, ол мені жақсы көрмей қоятын сияқты. Өйткені әжем
Мені таңдаған жалғыз адам. Мені таңдаған жалғыз адам. Как есть? Мені жақсы көрген жалғыз адам. Мені жақсы көрген жалғыз адам. Кішкентай кезінде. Элементарно просто бала кезінде анамның қасында ұйықтағым келетін. Сол кез ойыма келіп отырды. Апам рұқсат бермейтін ол кісіге. Менің немерем. Жыламаңдар. Әжеңіз тірі ма? Иә. Не айтқыңыз келеді әжеңізге? Алғыс қана айтамын. Айтыңызшы, әже, қай камераға қарағыңыз келеді өзіңізді? Апа деп айтсам ба? Апа деп айтыңыз. Қалай? Апа, мен сізге алғысым шексіз. Сіз бар қолыңыздан келгенше махаббатыңызды үйіп төгіп мені өсірдіңіз. Қатарымның алды қылдыңыз келді. Өзіңіздің балаңызға, қызыңызға істемеген жақсылықты маған бергіңіз келді. Мен оны қазір түсінемін, қабылдаймын. Және мен өзім. Бірақ сіз маған оның артында зиянын да берген сияқтысыз. Мен әкеме, анама жақын болғым келді. Бірақ сол екі ортада маған преграда сияқты болып сіз көрінетінсіз. Мен өзімді сіздің алдыңызда қарыз сезінемін. Мен өзімді сіздің алдыңызда қарыз сезінемін. Бірақ мен сіздің ойыншығыңыз болған екем. Алданышыңыз болған екем. Қазір мен өз орныма, өз өміріме оралғым келеді. Менің Құдай жаратқан құқылы орным бар. Ол ата-анамның ортасы. Мен сіздің перзентіңіз емеспін. Мен әкемнің, шешемнің перзентімін. Сол орныма оралайын десем, сізден қорқам. Сіз өз өміріңіздің мәні болмай өмір сүрдіңіз. Сіз өзіңіздің өміріңіз мәнсіз болды. Мен сізге қатты ұқсап келем. Менде өмірімнің мәнін жоғалттым. Дәл осылай жалғастырсам, күйеуіммен ажырауым мүмкін. Күйеуімнен ажырауым мүмкін. Мүмкін ба? Иә, мен әпкем де ажырасып кетті. Қайталанып отырды. Қазір бір әпкем на стадии развода. Өзіңізде? Мен қазір өзімді іште жеп болып, ішкі агрессияны өзіме қаратып, қазір күйеуіме направлять етемін стрелканы. Ажырасу үшін барлық нәрсені қолдан жасап жатырсыз. Өзім собственноручно мойындаймын. Да. Айтыңыз, әже, мен сізге ұқсау үшін қолымнан келгеннің бәрін жасап жатырмын. Бұл менің сізге деген махаббатым. Және бұл ата тегімдегі күші мықты сценарий. Біздің ата тегіміздегі қыздар бәрі сізге ұқсағысы келеді. Сіздің сценарийді қайталағысы келеді. Өйткені бәріміз сізге сенеміз. Сізді жақсы көреміз. Сізді құрметтейміз. Сіз сезімге беріліп, немесе сезімге берілуден қорқып, контрольді ұстап, барыңыздан айырылған шығарсыз. Күйеуіңізден айырылған шығарсыз. Біз сізге қатты ұқсап келе жатырмыз. Сіз үшін сезім қауіпті. Үнемі контрольда болу керек. Барлығын ашса алақанында. Жұмса жұдырығыңызда болу керек.
Жұмса жұдырығыңызда болу керек. Мимен бәрін түсіну керек. Мимен бәрін түсіну керек. Логикаға салу керек. Логикаға салу керек. Ал сезім мүлде жоқ. Ал сезім мүлде жоқ. Мен сізге қатты ұқсаймын. Мен сізге қатты ұқсаймын. Сіздің сценарийді қайталап жүрмін. Сіздің сценарийді қайталап жүрмін. Мен мұны мойындаймын. Мен мұны мойындаймын. Алайда ішімдегі айбала, Алайда ішімдегі айбала сезімдеріңе ерік бер деп шырқырайды. сезімдеріңе ерік бер деп шырқырайды. Қорқынышқа ерік бер. Қорқынышқа ерік бер. Ашу ызаңа ерік бер. Ашу ызаңа ерік бер. Қайғы мұңға ерік бер дейді. Қайғы мұңға ерік бер дейді. Қуанышқа ерік бер дейді. Қуанышқа ерік бер Махаббатқа дейді. ерік бер. Махаббатқа ерік бер дейді. Ал мен оның бәрін қадағалап, Ал мен оның бәрін қадағалап, ұйықтаймын, ұйықтаймын, қашамын, әрекетсіздікке көшемін. әрекетсіздікке көшемін. Себебі ол жақта Себебі ол жақта өмір жоқ, өмір жоқ, сезім жоқ. сезім жоқ. Тек ұйықтайсың. Тек ұйықтаймын. Мен мұны мойындаймын. Мен мұны мойындаймын. Қазір не болып жатыр? Бәрін мойындап, Тәніңізде. тәнімде легкость бар, жеңілдік сезіп тұр. Жаңағы басылды. Иә, Аха. бірақ а дальше что? Опять-таки қорқыныш. Оп. Қорқыныш алды да не күтіп тұр? Болмашы бәрі солай. Аха. Не істейсің ал? Айтты. Әже. Әже. Сіз өзіңіздің бас пайдаңыз үшін, Өзіңіздің бас пайдаңыз үшін, күйеуіңізге деген жеке ренішіңіз үшін, күйеуіңізге деген жеке ренішіңіз үшін, бүтін әулетіңізге, бүтін бүтін әулетіңізге, ұрпағыңызға, бүтін ұрпағыңызға, бүтін ата тегіңізге бүтін ата тегіңізге зиян жасағаныңызды зиян жасағаныңызды білмейтін шығарсыз. білмейтін шығарсыз. Мен де білмедім, Мен де білмедім, бірақ түсініп отырмын. бірақ түсініп отырмын. Мен өз ата тегімде емеспін. Мен өз ата тегімде емеспін. Отбасымның жүйесінде емеспін. Отбасымның жүйесінде емеспін. Ешбір жүйеде жоқпын. Ешбір жүйеде жоқпын. Мен сабылып өз орнымды іздеп жүрмін. Сабылып өз орнымды іздеп жүрмін. Менің нағашы жұртым өз жұртым емес. Менің нағашы жұртым өз жұртым емес. Сіз менің әке шешем емессіз. Сіз менің әке шешем емессіз. Мен өмірде адасып кеткен. Мен өмірде адасып кеткен. Мен мұны мойындаймын. Мен мұны мойындаймын. Өз орныма оралғым келеді. Өз орныма оралғым келеді. Бүгін дәл осы сәттен бастап мәңгілікке Дәл осы сәттен бастап мәңгілікке мен құқылы өз орныма оралам. құқылы өз орныма оралам. Ата тегіме оралам. Ата тегіме оралам. Сіз қарсы болсаңыз да, Сіз қарсы болсаңыз да, атам жайлы ақпарат іздеп табам. атам жайлы ақпарат іздеп табам. Сол тегіме қосылам. Сол тегіме қосылам. Өйткені мен бір қанаты сынған Өйткені мен бір қанаты сынған құс сияқтымын, сияқты жаралымын. жаралым. Бір қанатыммен өз орнымды іздеп жүрмін. Бір қанатыммен Бір қанатыммен өз орнымды іздеп жүрмін. өз орнымды іздеп жүрмін. Бірақ ұша алмаймын. Бірақ ұша алмаймын. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан бұл шын жырды үзгім келеді. Ұрпақтан ұрпаққа жалғанған бұл шын жырды үзгім келеді. Себебі мен сіздің тағдырды қайталасам, Себебі мен сіздің тағдырды қайталасам, дәл осы шын жырды балаларыма жалғаймын. дәл осы шын жырды балаларыма жалғаймын. Бұл шын жыр менен кейін жалғаспайды. Бұл шын жыр менен кейін жалғаспайды. Не болып жатыр сізде? Не сезіп тұрсыз? Осы екенін білетін, но настолько ондай терең, глубинный екен, соншалықты терең екенін түсінбеппін. Бір жерде жара тұрған сияқты. Тән, Қазір ма? будто предала типа, свой род деген сияқты. Өз тегіңді сатып. Өз тегіңізді сатып, нағашы жұртыңызда жүргеніңіз ба? Иә. Әкем, типа, әкемді, атамды жоққа шығарып. Негізі сізді ешкім сатқынсың деп айтқан жоқ осы уақытқа дейін.
Және екінші вариант, нағашы жұртыңызда өз тегіңіз сияқты өте маңызды, өте керек. Адамның әкесі бар, анасы бар. Және ол екі қанат сияқты. Екеуі де өте маңызды, екеуі де керек. Біреуінен бас тартатын болсақ, біз бір қанатпен ұзаққа бара алмаймыз. Ал екінші текке өтіп, сол жақтың фамилиясы, ана жұрт жоқ деп бәрін жоққа шығаратын болсақ, онда біз 50% ресурс алатын көзден айырыламыз, және өмірімізде бәрін шиеленістіріп тастаймыз. Адам өз орнында тұрғанда ғана тамырынан нәр алып жайқалып өседі. Ал сіздің ұйықтай беруіңіз түсінікті болды. Энергия жетпейді, ресурс жоқ. Өйткені адамға 26 жасқа дейін анасынан, ата-анасынан, жалпы Құдайдың бір жастық энергиясы болады, лапылдап тұрған анасынан, ата-анасынан энергия алады. Ал 26 жастан бастап ақырындап энергия азая бастайды. Сол үшін қазақ от болатын, шоқ болатын 25 дейді. Энергияның пик болып тұрған тұсы. Одан кейін ақырын биологияның заңына қарай төмендей бастайды. Және осы сәтте энергияның таусылмайтын көзі бұл біздің ата тегіміз болады, ресурс. Сондықтан адамдар уже 30-дан асқаннан кейін өзінің ресурс көздерін іздей бастайды, қазба байлықтарын іздей бастайды. Қай жақта не бар еді? Құдайдың берген ресурсы таусылды деп. Ал ол жақтан ала алмаса, солады. Тамыры қиылған, гүл сияқты, тал сияқты. Өйткені тамыр ғой, ол нәр алып тұрған. Сізді өз тегіңізден алып ана жаққа, ана жақтан алып мына жаққа, анау жоқ, мынау жоқ деу, бұл жерде эгоизм. Бір әйелдің күйеуіне ренжуі, соған бір нәрсе дәлелдеймін деуі, қырсығуы, және ары қарай бүтін ұрпағын қалай болатынын ойламағаны. Яғни бұл жерде әжеңізді кінәлау емес, мен түсіндіргім келеді. Бізді экранның ар жағында көріп отырған қаншама адам бар, ажырасқаннан кейін, ренжіскеннен кейін, екіге айырылғаннан кейін баланы өзінің фамилиясын ауыстырып алатындар, және баланың әкесін жасыратындар, онымен араластырмай қоятындар. Яғни өзінің бүкіл агрессиясын, бүкіл жек көрінішін, бүкіл ренішін баласына да ұстатып қояды. Мына пакетті сен де көтер. Бірақ ол бала, ол күйеудің әйелі болған жоқ. Ол перзент. Екі жаққа да бірдей құқылы. Бұның барлығы жүйеден тыс болу. Жүйеден тыс. Айналымнан тыс. Ешқандай ресурстың келмеуі. Енді туыстарым айтады, көп оқи бересің, іздене бересің, әрдеңкені бір енді сұмды қалды, миыңда орын қалды ма дейді. Енді қазір мен айтып апаға деген сезімді айттым ғой. Енді бүкіл өзім әулетіме қарсы типа стереотипті бұзып, бір ерекшеленіп, сыртқа шығарды деген сияқты. Сол үшін мен олар дұрыс түсінбей жек көру мүмкін деген. Тіпті жек көрсін, сізге ұрыссын, жақсы. Не болады? Еще хуже даже. Чувство вины. Топтан шығарып тастайды. Чувство вины. Айтыңызшы. Мен осы уақытқа дейін топтан шығып қалудан қатты қорықтым. Топтан шығып қалуға қатты. Жүйеден шығып қалудан қатты қорықтым. Жүйеден шығып қалудан қатты қорықтым. Сондықтан күші бар жүйеге ұмтыла бердім. Топпен ашылатын курстар. Білім. Ұстаз. Қандай да бір мамандық. Қай жерде топ бар. Қай жерде жүйе бар. Сол жақтың бәріне ұмтыла бердім. Өйткені топтан, жүйеден ресурс алғым келеді. Энергия алғым келеді. Маған энергия жетпей жатыр. Мен мұны мойындаймын. Бірақ ең қызығы, топтан шығуға қорқып қалып жүрсем, мен уже топтың сыртында екенмін.
жүйенің сыртында. Жүйенің сыртында екенмін. Сондықтан маған энергия жетпейді. Сондықтан маған энергия жетпейді. Күш қуат жетпейді. Ресурс жетпейді. Ресурс жетпейді. Және мен ресурс көзін іздеймін. Ресурс көзін іздеймін. Маған ең қолжетімді нәрсе. Маған ең қолжетімді нәрсе Бұл курстар. бұл курстар. Ұстаздан энергия алғым келеді. Ұстаздан энергия алғым келеді. Энергияның ресурстың жалғыз көзін білем. Энергияның жалғыз көзін білем. Ресурстың жалғыз көзін білем. Ресурстың жалғыз көзін Ол білем. білім. Ол білім. Бірақ ол білімді ақшаға айналдыра алмай жатырмын. Бірақ ол білімді ақшаға айналдыра алмай жатырмын. Ары қарай қолдана алмай жатырмын. Ары қарай қолдана алмай жатырмын. Мен іздеген ресурс бұл емес. Мен іздеген ресурс бұл емес. Мен мұны бүгін түсіндім. Мен бұны бүгін түсіндім. Егер мені туыстарым топтан шығарып жіберсе, Егер мені туыстарым топтан шығарып жүрсе, сен қате жасадың десе, сен қате жасадың десе, бұл менің ата тегіме деген махаббаттан. бұл менің ата тегіме деген махаббаттан. Мен құқылы өз орныма ораламын. Мен құқылы өз орныма ораламын. Мен туыстарым сияқты, Мен туыстарым сияқты, әжем сияқты, әжем сияқты. өзімнің ғана қамымды ойласам, Өзімнің ғана қамымды ойласам, туыстарымның арасындағы мақталуымды ойласам, туыстардың арасында мақтауымды ойласам, дәл әжемнің әрекетін жасаймын. дәл әжемнің әрекетін жасаймын. Балаларымды құрбандыққа шығамын. Балаларымды құрбандыққа шығамын. Мен мұны мойындаймын. Мен мойындаймын. Мен бұл шын жырды үземін. Мен бұл шын жырды үземін. Бойымдағы қорқынышымды мойындап, Бойымдағы қорқынышын мойындап, Құдайға тәуекел етіп көремін. Құдайға тәуекел етіп көремін. Не болса да бәріне дайынмын. Не болса да бәріне дайынмын. Өйткені контрольді таңдамаймын. Контрольді таңдамаймын. Сезімді таңдаймын. Сезімді таңдаймын. Өз орнымды таңдаймын. Өз орнымды таңдаймын. Қазір не болып жатыр? Не сезіп тұрсыз? Жеңілдеген сайын қан айналып жүрді. Үнемі аяғым тастай жүрді. Қазір бір барып жатыр да, сол жаққа. Сіз жаңа денем тастай мұздай болып тұр дедіңіз. Ол энергияның болмауы, ол өмірдің болмауы, ол жалпы өмір жоқ дене ғана тастай болады, білесіз, өлік. Сондықтан қазақта тірі өлік деген сөз бар. Ал энергияның жүруі, қан айналуы, ол жерде үнемі ыстық энергия бар, ресурс бар. Және адамның тәні алдамайды. Егер сізге осындай сигнал беріп жатса, бұл сезім. Сізге осындай сигнал беріп жатса, демек басу керек нүкте осы жақта. Сіздің проблемаңыздың ұшы осы жақта. Өйткені тән ешқашан алдамайды, ешқашан. Ал суық болса, тастай болса, мұздай болса, ол өлім. Яғни тамырынан ажыраған нәрсенің барлығы көпке бармай өледі. Ұзаққа бармайды олардың ресурсы. Бұны сізге тәніңіз әдемі жеткізіп жатыр екен. Запросыңызға қайтадан оралсақ. Әрекетсіздің себебін білгім келеді. Білдіңіз ба? Иә. Не үшін екен? Тамырымнан, жалпы ата текте системадан шығып кеткенімді мойындап тұрмын. Және бағана айтып қалдыңыз ғой, өз балаларым құрбандыққа шаламын деп. Өз баламды да қайын жұртынан өзінің туған ата апасына былай еркін тастап кету, даже бір аптаға қалдырып кет, немеремізді қараймыз дейді ғой. Жоқ, менікі қалдырмаймын. Ал бұл бір балаға бір қауіп төніп қалса деген себебін қазір қайын жұртыңызда бөтен. Иә, сол апам мені сөйтіп махаббаттан істеді ғой. Мен де қазір подсознательно махаббаттан запоты деп түсініп тұрмын, на самом деле мен наоборот. Сценарийді қайталап жатырсыз, шын жырды жалғастырып жатырсыз. Мен сізге қуанышты жаңалық айтайын. Сіздің нағашы жұртыңыз бар, өз жұртыңыз бар, және қайын жұртыңыз бар. Сіз ол жақтағы тектің мүшесісіз. Сол системалардың барлығына оралуға
кеңес беремін, ұсынамын, бұл мәселені шешесіз деген ойдамын. Ақпарат жинау қиын емес, сұрау қиын емес, және осы қадамыңыздан кейін әжеңіздің өзі ақ сізге көп құпияны айтып беруі әбден мүмкін. Запросыңыздың жауабын алғаныңызға өте қуаныштымын. Көп рахмет. Және батыл қадам жасап, маңызды тақырыпта осылай ашылғаныңызға, эмоцияңызбен, сезімдеріңізбен бөліскеніңізге алғысым шексіз. Өмірімде алғаш ашылған осылай. Рахмет сізге, сеніміңіз үшін. Ал және сіздерге тапсырма беремін. Бірінші Айбала ханым, сізден бастайын. Міндетті түрде 3 тегіңізге оралыңыз, өз орныңызға. Ол ата-анадан басталады. Өз жұртыңыз, қайын жұртыңыз, нағашы жұртыңыз және әжеңізбен осы тақырыпта қорықпастан, ақырын, махаббат мейіріммен жібіте отырып сөйлесіп көріңіз, құпияны сұраңыз. Не болды, қалай болды, қандай оқиға бар, неге бүкіл барынан айырылып қалды деген сияқты міндетті түрде осыны жасап көрсеңіз, сізде көп нәрсе өзгереді. Иә, айғайлап қуып шығуы мүмкін, айтпаймын деуі мүмкін, бірақ жол таба алсаңыз, ол кісі ашылады деп сенемін. Немесе ақырын әжеңіздің айналасындағы туыстардан сұрап бастау, не оқиға болды, ол кісі кім, және өз тегіңізді табу. Ең маңызды тапсырманы айтқым келеді, бірақ әрине сіз қабылдасаңыз, қабылдамасаңыз, оның барлығы өз шешіміңізде, өз еркіңізде. Нағашы жұртыңыздың емес, қайын жұртыңыздың фамилиясына ауысу. Өйткені бұдан былайғы сіздің орныңыз, маңызды орныңыз, статус беретін орныңыз қайын жұртыңыз. Әкем ренжиді. Бала күнімнен фамилия ауыстырмайсыз. Енді өз өміріңіз өзіңіз шешесіз. Кім үшін өмір сүріп жүрсіз? Не үшін өмір сүріп жүрсіз? Ресурс керек пе, жоқ па? Немесе дәл осылай ары қарай жалғастыра бересіз бе? Ол өз шешіміңізде. Келістік? Келістік. Сосын бізге қалай болды, не болды, видеомен отчет берсеңіз, біз көрермен, және түсірілім тобы бәріміз асыға күтеміз. Рахмет сізге. Ұлбосын ханым, sizde не болып жатыр? Күшті болып тұрмын, бірақ миым алдағы уақытқа не істеймін, дальше не істеймін дегендей болып жатыр. Ары қарай не болады деп па? Иә. Ең бірінші тапсырма сізге өміріңіздегі жүйелерге бағынуды, ережесін сақтауды үйрену. Жаңа айттым, иә, жалпы Құдайдың бұл өмірдегі ең басты заңдылығы үлкен нәрсе беруші, кішкентай нәрсе алушы. Яғни Құдай береді, біздің ата тегімізге, ата бабамызға берді өмірді, көп ресурс берді. Ол біздің әке шешемізге берді. Дүниеге әкелді, асырады, өсірді. Сіздің әке шешеңіздің тадам өз әке шешесі бар. Олар жетім емес. Жетім болған күннің өзінде олардың ресурс көзі бар. Ал әке шешеңіз сізге беру керек. Бұл Құдайдың өмір заңдылығы. Сіз кері қарай бере алмайсыз. Онда Құдайға қарсы шыққаныңыз. Құдай, мен саған сенбеймін. Сенің күшің жетпейді. Менің әке шешемнің күші жетпейді. Бәрінен де күшті мен. Мен тыңдаңдар. Мен сендерді асыраймын. Сондықтан Ұлбосын ханым, ең бірінші ата-анаңызбен сөйлесіңіз. Барып бүкіл нәрсені шарт-бұрт үзу емес. Жай сіздер үлкен, сіздер мен кішкентаймын. Сіздер менің қорғанымсыздар деп сөйлесіп көру. Әке шешеңізбен бетпе-бет болса тіпті жақсы болады. Одан кейін өміріңіздегі түрлі системаларды қалыпқа келтіре бастаңыз. Жүйелерді өзіңіз білесіз. Жүйеге бағыну, ережеге бағыну және қандай ережелер бар екенін санап шығыңыз. Өмірдегі ережелер ме? Жүйелер. Ата тегіңіздің жүйесі бар. Құдайдың жүйесі бар. Билік бар. Сіз жүрген Астана, ол жақта жүйе көп. Универ жүйе, жұмыс жүйе. Осы жүйелерді таныған кезде
және оған бағынған кезде, олардың ережесін мойындаған кезде сіздің өміріңізде көп нәрсе өзгереді. Және бізге міндетті түрде видео жіберіңіз, бұдан кейін не болды, қалай болды, біз күтеміз. Келістік? Ай бала және ұл болсын. Бала, ұл. Айдың түбінде сіздермен кездестім. Табиғи процеске қарсы шығу, табиғи жүйеге қарсы шығу деген әдемі тақырып көтерілді. Біреуі Құдайдың жүйесіне қайта кіруге қорқу, шығып қалып, біреуі Құдайдың жүйесінің ішінде болудан қорқып қашу. Өте әдемі талдау болды. Бір-біріңізге қарама қарсы. Бұл бір таяқтың екі ұшы қалай болатыны. Жүйенің сыртында қалай, ішінде қалай, бағынбау қалай. Көп-көп рахмет, алғысым шексіз келіп бөліскендеріңізге, және құрметті көрермендер, сіздерге де пайдалы болды. Жаңа ақпарат алдыңыздар. Тіпті осы кейіпкерлермен қосыла жылап алғанда шығарсыз. Бұл оқиға сізде болса, немесе қандай да бір ой түйсеңіз, міндетті түрде пікір жазыңыз, лайк басыңыз, бөлісіңіз, және бұл жердегі жүйе екенін ұмытпаңыз. Егер сіз бері қарай бермесеңіз, бізде белсенділік болмаса, біз беретін нәрсе таусылып қалуы әбден мүмкін. Және осы көлеңкенің жүйесі бар. Әр жан келіп қатысып өзінің оқиғасымен, ақпаратымен бөліспесе, біз беретін нәрсе таусылып қалуы мүмкін. Сондықтан келіңіз, қатысыңыз. Кез келген адам өзінің оқиғасымен, запросымен қатыса алады. Бүкіл ақпарат, номер болсын, сілтеме болсын, осы видеоның астында. Сіздерді дәл осы жерде күтемін. Келесі көлеңкеде кездескенше құшақтадым. Ой, рахмет сіздерге көп-көп. Рахмет. Өте терең. Барлықтарыңызға сәлем, есімім ұл болсын. Көлеңкенің шығарылымынан кейінгі өмірімде, жалпы жай-күйімде қандай да бір өзгешеліктер, өзгерістер, жаңалықтар болып жатқан қысқаша тез-тез баяндап айтып беруге тырысамын. Лучший жаңалық ол, енді оны айтуға болады ма, дүйім жұрттың алдында, болмайды ма, білмеймін. Жалпы 5 уақыт намазға ниет етіп жатып, қазір дайындалып жүрмін, білімімді алып жатырмын. Көптен бері іздегенім, жалпы барлық айналадан іздеп жүргенім сол деп бір мына жағыма тыныштық келіп қалды. Елмира ханым өзі айтқан еді, жалпы жүйеге де, Құдайға да, ата-анаға да бағынбай жүрсіз деп. Жалпы схемаға келген кезде ата-анам қазір көмек ұсынса да, ол кісілерден чувство вина сезінбей қабылдап жүрмін, еркелеп жүрмін. Ал өзім болмысымда да, мені қазір көшеде жалпы танысқан кезде нәзіксің деп сондай бір комментарийлер естіп жатыр. Мен айтып едім ғой сол кезде, егер есіңізде болса, сондай болғым келеді, андай болғым келеді деп. Постепенно болып жатыр, жаймен бірден андай болып жатқан жоқ. Өзім саналы түрде барлығын дұрысынан қазір реттеп келе жатырмын, шүкір. Сол үшін де сізге көп-көп алғысымды білдіргім келеді. Сол жарыққа шығайық. Назарларыңызға рахмет. Айтарым сол, аман болыңыздар, бақытты болыңыздар, сау болыңыздар.